19 asırдың ақыры, 20 asırдың басларында Қарақалпақ әдебиятында белгілі сөз зергерлері Әжнияз, Бердақ, Күнқожа, Өтеш шайырларға үнлес және бір ұлы тұлға пайда болды. Ол Аяпберген Мұсаев еді. Аяпберген Мұсаев өз дәуірінің озық ойлы, философ шайыры, сол дәуірдің рухи ағартушысы да болды. Hazır benim yaşım 91'de. Ben Аяпберген adam ağamayın birge жақынам адамман тағы өмірімізде соны көрген адам. Көрген басқа, естіген басқа. Аяпберген ағаның жүзі көп нелері бар еді, қызық нәрселері. Бірінші Аяпберген аға тек шайыр сипатында емес еді. Аяпберген аға бүтін халықтың ортасында бұл қыссаған еді. Қысса қойды еді. Alan Zühra Tayır'dan, ondan keyin Garip Şesen'den, Yusuf Ahmet'ten, tağı başka başlardan okup çok Аяпберген kesse soğunu ülken oturuspa, ülken bir meleki ve adamlar ülkenmasından yerden şaşkıya deyin sonra tanıp oturar. Köylüm aytar, jurt sorasam, bir bulsam, mağa oytup boysunğanda, el qayda, karrun köbi yurttan ozgan, bay bulsam, Mağan oytup hesap sansıyız mağayda. Yigit at göstermez mehman sıylamay, söz söylemen gaptın farkın anlamay, mağlaydan tır töküp canda uğinamay, ansatlıkta tabılganda malgayda. Tağı Аяпберген'de bir kasiyet karasız bir işe verir. Өткендердің, өткен шешелердің сөздерін айтып қарыларды ұйыттасы. Сол дәуірде бақсы да бар, сол дәуірде қыссақан да бар, тазыдан шыққан да бар, бәрі де бұлатыңада халықтың жұмысы жоқ. Уақытта колхоз совхоз деген жоқ. Сол уақытта сол Аяпберген аға келсе, адамдар оған қарамай бәрі сол Аяпбергенге тоқылып, Аяпберген ағаны шақырып отырады қызы. Біздер өздеріміз сол жас бала уақытында сол қызығып отырады. Аяпберген ағам сондай бір адамға бір шапағатлы адамды өзіне танытатын жақсы қасиеті. Сол адам өте. Мерекені қыздыратын еді. Аяпберген жас уақытынан баслап-ақ қатарына бас болды. Ол келмей мереке мейліс қызбас, ол келмей қызлар бақсыға орамал байламас еді. Yenge kızdım seyli boladı. Yengesi jaksı bolsa şiinden ozduradı. Yengesi jaman bolsa merekeni buzduradı. Kıyvalının bangisi, yeşekte bular hangisi? Şair kaynım havalay vermen, tayip getiririz hangisi? Aytayın sözdün bentine, özüne tiyer hangime, aşı bere koyar deppedin, ayağın tise zengige. O kasındaki gazmoyun kız söylemeydi, külmeydi. Ağzına takan sap geldi mi? Ha şair jigit, ol bizim közgür kızımız. Söylemese, külmese, basım bolğanı tuzumuz. Kızımızdı şad etkendey. Edep bir nerse aytın özünüz. Bir kız gördüm İslam şahtın yerinde, görsün yuka dodakları kırmızı. Kızım Müslüman
yürür hakkın yolunda, Somsom altın şaşkaları kırmızı, Somsom altın şaşkaları kırmızı. Bir mehi tavandır kırmızı beden, Işkında zar boldu an köklerden, Şaşı sümbül kübütüsü enjeman, Alma kübü iyekleri kırmızı, Alma kübü iyekleri kırmızı. Tilleden gevşek yeni atlas, Anı körgünlerden bir şeysi talas, Özü hem bulmuştur 40 kanızgı baş, Baskan ayak siyahları kırmızı, Baskan ayak siyahları kırmızı. Şerlerler zemberer şolga şıkkanda, Tağlar yol verirler külüp bakanda, Sırga salıp tille heykel tapkanda, Anı salgan kulakları kırmızı, Anı salgan kulakları kırmızı. Endi o аяп бергенде ол дәуірде оның қосылары бағаланған жоқ еді. Бұндай үкімет қолға алып істеген жоқ еді. Аяп берген өлгеннен кейін барып тие берсін Нәжім Дауқарай қайтадан 39 жылы қолға алып кітап шығарып, сөйтіп аяп бергенде жүзеге шығарды. Енді аяп берген ағаны қосылған жазады. Соны түнімен жарлап азанда көшеге шығып айтып береміз. Бүтін тамаша жоқ, кино жоқ, театр жоқ, телевизор жоқ. Сонда жаңа аяп берген ағаны айта алмады. Bağdat'ta mahemcan Tatar'da zühra, Yağlama mahemcan o ketsem kelirmen деп жұлыпты. Сонда мағасады. Біз сол вақтағы отырған қарақалпақтар мен әзіргі қарақалпақтың арасында аспанмен жерде парк болып қалды. Әзір қарақалпақ емеспіз. Ол вақтағы отырыс па, ол вақтағы саулар, ол вақтағы тәртіп. Ал енді қарақалпақтар сонда жуап айтса, басы лаққы. Бір рухи көтергіштік бірінде жарлы болған мен. Адамlarda. Сондай бір адамlarda адамгершілік қасиетті ұстайды оны еді. Енді сізге бір мысал айтайын. Мен шайыр емеспін. Адамды тек қосық бір адамның тағдырын шешпейді шайыр. Bütün халыққа тәрбиелік мазмұны болады. Дұрыс. Ол тағы ол өшпейді. Ол соңғы авладарға тәсір ете береді. Аяпберген Мұсаев өз дәуірінің ең сауатлы адамы болды. Ол һәм араб әмласында, һәм латын әмласында да жазып, оқи білді. Сондықтан ол қосықларының һәммесін дерлік, өз қолы менен жазып қалдырды. Аяпбергеннің кәтіплігі арқалы Қарақалпақ қалып қосықларының көпшілігі, нақыл мақаллар, айтыслар, беташарлар, жоқлау, сыңсу қосықлары, аңыз әңгімелер, жиреншенің шешенлік сөздері бізге дейін жетіп келді. Аяпберген Мұса ұлы өзінің дөрежішілік қызметінде 3 түрлі өнерді қоса алып барған. Қатып, қыссахан, шайырлық өнерді қоса алып барып, Қарақалпақ халқының мәдениетін, әдебиетін байытуға үлкен үлес қосқан. Шайыр өзінен бұрынғы өткен классик шайырларымыздың шығармаларын, ауызекі халық әдебиятының үлгілерін жинаған, соны көшіріп жазған. Менің өзім Хакім деген қарының үйіне
Фердаусидің Шахнама дастанын тауып алдым. Аяпберген шайыр осындай шыққан кітапларды сатып алып, соны халыққа таратқан. Енді екінші өнерге катыплік. Амасы ескі нұсқаларды көшіріп жазу. Соны көбейту. Бұл да сол дәуір үшін керек болған. Аяпберген шайыр өзінде қысахан достар болған, шәкіртлер болған. Соларға көшіріп беріп, соларды репертуармен тәмин етіп отырған. Енді үшінші қызметі. Оның қосқылары жанрлық жақтан әрқилы. Тарих, мақтау қосқылары, арнау қосқылары, философиялық үгіт-насихат қосқылары, юмор, сатиралық қосқылары, осы күнделікті халықтың басынан кешкен тарихи уақиғаларды суретлейтін қосқылары. Ondan кейін оқысы дастанда жазған. Құдайберген дастаны деген, olsun Қоңыратбай дастаны. Мен сол дәуірде Құшайды деген эредикпен басылатын қосқылар бар. Астында бедеуат, белінде қатар, ақырет иманын дүниеға сатар. Сәскі уақытта келіп ұрды бешатар. Кім түс келсе бәрін атқан Құсайды. Бұл трагедия, бұл Ажнияздың Бозатау поэмасын еске түсіреді. Ал сол 19 жылғы трагедия, Бозатаудағы трагедиядан бірнеше есе ауыр болған. Енді тағы бір жанры бар. Бұл философиялық, мысы ақыл насихат қосқылары. Жігіт ат көтермес мейман сыйламай. Сөз сөйлемей, істің парқын ойламай. Маңнайдан тер төгіп, жанды қинамай, ниет етпей табылғандай нан қай. Енді бір қосығына қысқаша тоқтаймын. Бұл тарих деген қосық. Аржақ бержақ болып екі сан болған, бөлім-бөлім елдер Қарақалпақта, үйрек ұшып қаңқылда асып қаз қонған, айдын-айдын көлдер Қарақалпақта. Ақсана Arşak bir şak bolup iki san bolgan, bölüm-bölüm yerler Қарақалпақта. Üyrek uçup qankıldasıp qaz qongan, aydın-aydın köller Қарақалпақта. Şervoları köşüp atav jaylagan, biz havıp qatar kulun baylagan. Kulan kiyikleri sekirip oynagan, kıya-kıya şöller Қарақалпақта. Görüklüm aybatlı Rüstüm jürükle, billi büyükler Қарақалпақта. Bu қосық қар бір Қарақалпақтың жүрегінде осы уақытқа шейін сақланып жатыр, елі де сақланады. Бұл сол дәуірдің ғана емес, бүгінгі күні де Қарақалпақлардың milli gimni hesaplanadi. Жумақ сондан ibarat 19 asırın ahırı, 20 asırın dastlabki 3-10 yıllig'ida 35 yılga şekem Қарақалпақ халық әдебиятының тарихы Аяпбергенсіз сөз ету мүмкін емес. Аяпберген Мұсаев Мойнақ атрафында туылып өсті. Оның ұрпақлары бүгінгі күнде Шоманай райондағы Айбүйір тауының етектерінде жасайды.
Шайырдың тұңғыш ұлы Реймберген Аяпбергенов ата жолы менен белгілі шайыр болып жасап өтті. Zamanında babalarım жігіт болып өскен жер, жаулық салып, аналарым келін болып түскен жер, Өтеш батыр жаудан қорғап, қаны соқпақ кешкен жер, тарифінен тайық ашқан Шоманай бұл Шоманай. Жылдар айлар, күнлер өтер зымырап, көз алдымнан өтер жүзің жадырап, үйде төрде тұр ғой орның қаңырап, сізді еслеп сағынамыз атажан. Шайыр болып таңылдыңыз ел жұртқа, жарысларға бардың әмме елатқа, қосықларың тұрар әр бір кітапта, сіз бенен біз мақтанамыз атажан. Аяпберген Мусаев өмірі әм дөретушілік қызметлері 70 жылдан асылан уақыттан берлі мектеплерде әм арнаулы оқу орындарында үйренілмекте. Оның қай дәуірде де құнын жойытпайтұғын классикалық шығармалары әлде қашан біздің рухи хазинемізден жай алған. Ақсана Аршақ бершақ болып екі сан болған, бөлім-бөлім еллер қара қалпақта. Үйрек ұшып қаңқылдасып қаз қонған, айдын-айдын көллер қара қалпақта. Шаруалары көшіп атау жайлаған, бие сауып қатар құлын байлаған. Құлан киіклері секіріп ойнаған, қия-қия шөллер қара қалпақта.